Аспан әлемі үнемі кеңеюде. Ең жақын 5-6 галактикадан басқа барлық галактикалар бізден өз қашықтықтарына сай жылдамдықпен тоқтамастан ұзақтап жатқанын 1922 жылы Хаббл есімді астроном зерттеп тапқан болатын. Оның айтуына қарағанда, жарық жылдамдығымен есептегенде бізден миллион жылдай қашықтықта орналасқан бір жұлдыз бізден жылына 168 шақырым жылдамдықпен, 2 миллион жыл ұзақтығы жұлдыз 2 есе жылдамдықпен, ал 3 миллион жыл ұзақтығы 3 есе жылдамдықпен тоқтамастан алыстауда. Бұл ғарыш әлемі үздіксіз кеңеюде дегенді білдіреді екен. 1922 жылы ғана зерттеліп білінген үлкен жарылыс заңын Құран осыдан 1400 жыл бұрын, яғни астрономия ғылымының дамымаған телескоп сияқты құралдардан махрум ғасырда зерттеп қойған. Зарият сүресінің 47 аятында біз аспанды құдіретімізбен құрдық, әрі біз кеңейтушіміз деп анық айтып кетуі күмәнсіз толғанған ақыл есін Құранға бас идерері сөзсіз. Қасиетті Құран білім мен өркениетке, ғылым мен технологияға еш уақытта қарсы болмаған. Керісінше, Алланың жаратқан жаратылыстары туралы ой жүгіртіп, оның белгілерін тануға, ғылымды дамытуға шақырады.